шынын айтқанда шертпеуге өте көп еңбегін сіңірген екі адам бар жаңа дәуірде, біздің кеңестік дәуірде. Біреуі Мағауия Хамзин, біреуі Төлеген Момбеков. Әрине одан басқа да күйшілер бар, дегенмен олардың көбісі советтік Қазақстанды жырлап кеткен, кәдімгі дипломы бар күйшілер болған ғой. Нағыл халықтық, ұлттық рухта жаңағы толғаған осы екеуі. Бұрынғылардан қалған соңғы күйшілер. Сол енді солардың күйлері бар. Бері қарай тарихқа жалғастырайын деп жатқаным ғой. Одан кейін қазақтың басына түскен бір нәубет отан соғысы ғой. Сол кезде талай қазақ қайтпай қалды соғыстан. Солардың несіне шығарған Мағауия Хамзиннің бір адамның төбеге қасын шымырлататын бір күй бар. Оның аты белгісіз солдат. Ол кісіден осы күйдің шығу тарихы қалай деп сөйтіп айтып осы заман қиын болып, өзім жаңағы балалар үйінде тәрбиелендім. Сонда бір татар, өзі ұлты татар ғой енді, сондай бір кісі бар еді. Сол кісі қолында болдым. Ол кісі маған көп қарады қиын заманда. Өзінің баласындай көрдім. Сол кісі жалғыз баласы бар еді, Рәшид деген, соғыстан қайтпай қалды. Содан қара қағаз келген ана кісі баласын жоқтап өлең айтты. Содан жаңағы есі ауыстау болып қалды дейді. Соғыстың қасіреті ғой. Соны жаңағы өлең айтып, ұзақ жыр қылып айтып отыратын, қайдасың Рәшидім, қайдасың деген кәдімгідей ән қылып. Сол әнді кейде осы мен радиодан Қайрат Байбосовтың орындауында естіп, Мағауия Ақсақал айтатын, сол әнді сол кісі шала айтып отыратын үлкен кісі. Заты татар болғанмен қазаққа соншама сіңісті болған адам еді. Сол жалғыз баласынан айырылды. Кейін уақыт өткеннен кейін жаңағының зарлаған дауысы сол құлағымнан кетпей қойды. Сонымен осы күйге домбыраға түсіріп ала едім деп айтады. Соны тартып береді.